Кім қатемен жазудан шаршады? Егер ол сіз болсаңыз, осы видео сізге арналады. Қатесіз жазуға арналған негізгі ережелер. Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен қатесіз жазуға арналған негізгі ережелерді ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қатесіз жазуға арналған негізгі ережелер. Берілген сөйлемдерді мұқият оқу, мұқият тыңдау. Одан кейін берілген сөйлемдерді буынға бөліп оқу. Үшінші ереже дауыстап оқу. Сіз дауыстап оқыған кезде барлық қателер сізден қаша бастайды. Төртінші ереже берілген сөйлемдерді қайталау. Бесінші ереже өз қатеңізді өзіңіз түзеу. Қатесіз жазуға арналған негізгі ережелерді ұсынатын боламын. Назар аударыңыз. Қатесіз жазу үшін бірінші жалқы есімдердің бас әріппен жазылатын заңдылығын ұмытпауымыз керек. Екінші, н мен ң дыбыстарын ажырата алу. Н мен ң дыбыстарын оңай ажыратудың негізгі 3 жолы айтылған видеоның төменге сілтемесін қалдыратын боламын. Үшінші, тек қазақ тіліне тән дыбыстарды жаттап алу. Төртінші, тыныс белгілерінің қай жерге қойылатынын пунктуация заңдылығына мұқият мән беру. Сіздермен болған Әсем Нұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсем Нұр.